сәлем оқырман, арнама қош келдің. Сен жалпы жұмыртқаны қалай қолданасыздар? Жұмыртқаның құрамын білесіздер ме? Ендеше видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Және жұмыртқа жайлы қызықты ақпараттар. Адамдар жұмыртқаны жылдар бойы қолданып келеді. Сөйлей білмеген ата-бабаларымыздың қолданғаны да анық. Және бекер емес. Бастысы онда ағзамызға пайдалы заттар бар. Өзіміз білетіндей жұмыртқа ақуыз бен сарыуыздан тұрады. Жұмыртқаның ақ бөлігінің көбі су, қалған 10% ақуыз. Ал сарыуыз ағзаға еш зияны жоқ, қаныққан майлардан тұрады. Жалпы алғанда жұмыртқа құрылымы 13% ақуыздан, соншалықты мөлшерде майдан, 0,67% көмірсуден құралған. Мұнымен қатар жұмыртқаның құрамында лецитин атты пайдалы зат кіреді. Ол жүйке мен ми жабындысына қажет. Жұмыртқадағы лецитиннің мөлшері сары май, сүт, тіпті уылдырықтан да асып түседі. Құрамында көп дәрумендер бар, әсіресе А дәрумені. Адам ағзасында бұл дәрумендердің өте жақсы сіңірілуіне байланысты алғашқы орындарының бірін иелене алады. Жұмыртқа жайлы айтып өтсем, барлық тіршілік иесі жылына 567 миллиард жұмыртқа жейді. Бұл ескі көрсеткіш. Мамандар оның жыл сайын өсіп келе жатқанын жасырмайды. Жұмыртқаның көлемі оның жасына тікелей байланысты. Тауықтың жасы қаншалықты үлкен болса, жұмыртқасы да соншалықты ірі болады. Ең бағалы жұмыртқа Фаберже жұмыртқасы. Ол аукционда 18.500 фунт стерлингке сатылды. Оны белгісіз ресейлік коллекция жинаушы алды. Басқа тірі ағзалар сияқты жұмыртқалар да ауа жұтады. Өйткені жұмыртқаның қабығында таза ауа сіңіріп 3 литр көмір қышқылын шығаратын ұсақ тесіктер бар. Христиандар жұмыртқаны өздерінің Пасха мерекесіне арнап тойлайды. Ал қытайлықтар да жұмыртқаның өмірдің жалғасы дегенді білдіреді. Оны ал қызыл түске бояп қойса, ол бақыт пен амандықтың символы саналады. Енді жұмыртқаны қалай жеген дұрыс? Осы сұрақтарға бірге жауап іздейтін боламыз. Жұмыртқаны адамдардың күнделікті өмірде ең көп тұтынатыны тағамы. Ол қуырып та, асып та жей салғанға дәмді, әрі жеңіл әзірленеді. Алайда жұмыртқа жегенде назар аударуға тура келетін біраз жағдайлар бар. Жұмыртқаны шүйкедей жемеген жөн. Себебі жұмыртқаны жоғары температурада қайнатқанда ғана ондағы бактериялар жойылатындығын есте тұтыңыз. Жұмыртқаны түнде пісіріп қоймаңыз. Жұмыртқаны түнде пісіріп қоятындарымыз бар. Сіз сондай адамдардың қатарынан болсаңыз, түнде пісіріп қоятын жұмыртқаңыз шала піскен болмауына қадағалаңыз. Себебі түнде пісіріп қойсаңыз, оның ішінде таң атқанша бактериялар көбейіп, ол асқазан ішек жолдарына зиян. Ал толық пісірілген жұмыртқаны түнде дайындап қойғанның еш зияны жоқ. Алайда жұмыртқаны қанша қайнатса, сонша жақсы деп қарамаңыз. Себебі жұмыртқаны ұзақ қайнатқанда күкірт пен темір қалыптасады. Мұндай зат адам ағзасы оңайшылықпен қабылдай алмайды. Жұмыртқаны өте көп жемеу керек. Себебі жұмыртқаның құрамында белок өте көп. Соның салдарынан жұмыртқаны көп жесеңіз, зат алмасу процесі ұлғайып, бүйректің қызметі қиындайды. Қалыпты жағдайда балалар мен қарттар ақыл, ой еңбегімен және дене еңбегімен шұғылданатын адамдар күніне 2 жұмыртқадан артық жемегені жөн. Ал дене қуаты әлсіз адамдар мен операциядан кейін қалпына келу мезгіліндегі сапалы белокты толықтауды қажет ететін адамдар күніне 4 жұмыртқа дейін жеуге болады. Аш қарында жұмыртқа жемеген жөн. Себебі аш қарын құрамында белогі мол азықты пайдалану барысында белок жылуға айналып қоректік рөл болмай қалады. Оның үстіне қысқа уақытта белоктың көп мөлшерде ыдырауынан ағзадан аммиак қатарлы денсаулыққа зиянды заттар бөлініп шығады. Майға қуырылған жұмыртқаны жемеңіз. Себебі жұмыртқаны майға қуыру барысында оның құрамындағы белок молекулалар амин қышқылына айналады. Ал мұндай қышқыл адамды ракқа шалдықтыру. Ал сіз жұмыртқаны қалай қолданасыз, қалай жейсіз, сол туралы жаза кетіңіздер.